Тұздалған қиярыңыз банкаға жапқанда атылып кете берсе, онда мына әдісті пайдаланып көріңіз. 5 литрлік баклажкаге қиярды тұздау әдісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоға лайк басып қойыңыз. Ең алдымен қиярдың екі жағын кесіп, осылай салқын суға 4 сағатқа салып қоямыз. 5 литрлік баклажканы жуамыз. Ең астына зонтик, укроп, хрен жапырағы, болгар бұрышы және чеснокты салып, ортасына жаңағы огурцты саламыз. Ең бетінен дәл солай астындағыдай қайталап шығамыз. Тұрған судың қажеті жоқ. Дәл осылай салқын суға тұзды салып ерітіп аламыз. Мысалы 5 литрлік суға 500 грамм қант кетеді. Әр литрге 100 грамм қанттан есептейсіз. Баклажканы да қанса осылай толтырып құясыз да қақпағын жауып, дәл осылай 5 күнге ұмытып кетесіз. 5 күннен соң тағы да результатын бөлісетін боламын. Сондықтан дәл қазір парақшама тіркеліп алыңыз. Толық видеосын сол кезде саламын. Және де парақшамда тұздалған қиярдың басқа да жабу әдісі, түрлі банкілердің, салаттардың рецептері бар. Қыздар, қараңыздаршы, бар болғаны 5-ақ минутта қыс мезгіліне арнап салат дайындаймыз. Қайнатып отырмайсыз, бірден араластырып банкіге жауып тастаймыз. Ең бірінші бізге қызанақ және осындай болгар бұрышы қажет болады. Көкөністердің барлығын ұзыншалап, жұқалап турап аламыз. Қызанақ, болгар бұрышы, пияз, укроп және сарымсақ, тұз қосамыз. Барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Толық аралас болған соң қара бұрыш, лабыр жапырағы және қант қосып, дәл осылай қақпағын жауып газге қайнатамыз. Бұл жерде мен банкілерді осылай мантаваркаға булап алдым. Дәл осылай бұрқ етіп бір қайнатып, газдың астын өшіріп, бірден стерилденген банкілерге құйып, осылай барлығын құйып аламыз. Одан кейін азғантай ғана уксустан құйып шығып, қақпағын бірден бұрап тастаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. 5 минуттық салат осымен дайын болды. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшам пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұдан былай болгарскийді дәл осылай қатырып қойыңыз. Сорпа тағамдарға да, соустарға да өте дәмді болып шығады. Ол үшін бірінші болгарский, помидор, чеснок және укроп қажет болады. Тазаланған болгарскийге 3 чеснок, укроп және де ең бетіне помидорды осылай турап саламыз. Бәрін осылай қатырып қоямыз. Ас үйге керекті заттарды іздесеңіздер, Бакшо-Байша дүкенінен алуға болады. Бұл дүкенде ас үйге қажетті керек жарақтың бәрі бар. Және де хит ыдыстарды да осы дүкеніңізден таба аласыздар. Неше түрлі сервис наборлары да қазіргі хит болып жатқан дәл осындай сервисте де алуға болады. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі бар. Төменге номер қалдырдым. Парақшаға өтіп тіркеліп алыңыздар. Қысқа дайындықты жалғастырамыз. Чеснокты осылай блендермен өткізіп алып, пакетке салып, азғантай ғана бөліктерге осылай жай ғана бастырып бөліп, және морозилкаға қатырып алып, кез келген уақытта тағамдарға, соустарға қолдана беруге болады. Рецепт ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Қыздар, дәл осындай жұп-жұқа сап-сары кеспені кесуді білмесеңіз, дәл осылай жасаңыз. Ең бірінші сорпасын дайындап аламыз. Азғантай қазы, қара кесек ет, құйрық май салып, жақсылап қайнатып, көбігін алып тастайсыз. Үстіне көкөністерді саламыз. Міндетті түрде қазыны тесуді ұмытпаңыздар. Дәл осылай 2 сағат жай отта қайнатсаңыз, сорпаңыз дайын болып тұрады. Бұл жерде кеспені кесіп отпай, кеми өнімнің дайын кеспесін қолдансаңыздар болады. Нағыз үй кеспесіндей сап-сары, жабыспай әдем болып піседі. Міндетті түрде қолданып көріңіздер. Қараңыздар, кеспе көжеміз қандай керемет болып шықты. Жасап көріңіз.